Сәлем достар, бүгін сіздерге өмір ғажап сериалының екінші бөлімін қысқаша баяндап беремін. Шебнем мектебінен шығып кетіп, әкесінің дөңгелек жөндейтін жұмыс орнында істеп жүреді. Сол сәтте әкесінің жұмыс орнына бай қуатты бір дөкей келеді жолығып кетуге. Ол кісінің аты Селжук болатын, ол атақты қылмыскер болатын. Сол сәтте Шебнем сол кісінің жанына жақындап, мен сіздің балаңыздың сыныптасы едім, жеңгеме жұмысшы керек деп айтып еді, мен сол жұмысқа тұрсам болады ма деп рұқсат сұрайды және келісіп кетіп қалады. Сол сәтте Месут комиссар келеді, оған бәрі қарап қалады. Месут комиссар Шебнемнің дөңгелек тасып жүргенін көріп, әкесіне келіп, бұл қыз неге бұндай ауыр жұмыстар істеп жүр дегенде, әкесі бұл менің қызым, демалыс күндері маған көмектеседі деп ақтап тұрады. Шебнем сол сәтте Месут комиссарға іштей ғашық болып, ғашық көздерімен қарап тұрады. Месут комиссар жаңағы қылмыскер Селжукты осы әкесінен сұрап тұрады. Сол сәтте әкесі оны білмеймін деп жауап береді. Месут комиссар Шебнемге сен бұндай ауыр жұмыстар істеме, қыдыр деп ақша ұстатып кетеді. Киносына билет алып береді. Комиссар Месут кетіп бара жатып, әкесіне енді қызыңа бұндай ауыр жұмыстар істетпе деп қатаң ескертіп айтып кетіп қалады. Сол сәтте Шебнем Месут комиссардың артынан қызығып қарап қалады. Артынан Ниязи келіп, Месут комиссар туралы екеуі сөйлеседі. Ертесінде жаңағы Селжук мырзаның үйіне Шебнем жұмыскер болып келеді. Ол үй жинайды. Бос уақытында өзгеруге жоспарлар құрып, арықтаудың жолдарын қарастырып отырады. Шебнем осылай ақша тауып бастайды және ақшасын ақырындап жинап бастайды. Ол бір ғана жұмыспен тоқталып қалмайды, бір кісілердің үйін жинап ақша тауып солай жүреді. Арасында айнаға қарап өзінің дене бітіміне көңіл толмай көңіл күйі түсіп қалады. Бір күні Селжук мырзаның көмекшісі оны бір жұмысқа шақырады. Ол үйге кіріп келгенде есі шығып, қолындағы сөмкесі жерге түсіп кетеді. Себебі оның көріп тұрғаны адам өлімі болатын. Ол бұл көріністі көре сала жүрегі айнып далаға қарай қаша жөнелгенде, жаңағы көмекшісі Шебнемді ұстап алып, оны қорқытып әңгімелер айтып бастайды. Шебнем амалсыздан келіседі. Бірақ Шебнем батылдық танытып, оған 10 есе ақша төлейсің дейді. Көмекшісі де келіседі. Сөйтіп Шебнем жұмысқа кірісіп бастайды. Оның жүрегі айнып, жұмысты бірінші күні зорға істейді. Бірақ 10 есе ақшаны қолына алған сәтте ол бұл жұмысты тұрақты істеп тұратынына көз жеткізеді. Сөйтіп ол бұл жұмысты күнделікті істеуге бел буады. Қиналса да осы жұмысты істеп ақша тауып бастайды. Шебнем сөйтіп көп ақша жинап, өзінің жоспарын орындауға кетеді. Дөңгелек жөндейтін досының жанында ол уақытша ақша жинағанша тұрады және онымен қоштасып кетіп қалады. Кетіп бара жатқан кезде алдынан Ниязи шығып қалады. Ол Шебу тышқан, қайда кетіп бара жатырсың, сөмкеңдегі не нәрсе деп сөмкесін жұлып алады және Шебнемді жерге ұрып құлатады. Шебнем жерде жатып қалады. Ниязи сөмкені ақтарып бастағанда Шебнем ақшасының бәрінен айырылып қалам ба деп қорқып кетеді. Ниязи сөмкені ақтарып бастағанда Шебнем ақшасынан айырылып қалмау үшін жерде жатқан пышақты алып Ниязидің аяғына сұғып алады. Ниязи ақшаны да сөмкені де тастай салып, өзі аяғымен арпалысып кетеді. Шебнем сол сәтте тез арада ақшасын жинап алып қашып кетеді. Сөйтіп ауруханаға барады. Бұл жерде Шебнем өзіне пластикалық ота жасатуға бел буады және ақшасын төлеп палатаға ауысып барып жатады. Құжаттарын беріп, өзінің кезегін күтіп палатада болады. Шебнемнің кезегі келіп пластикалық отаға кіреді. Ота сәтті аяқталады. Ол палатада жатып, өзін іштей бақытты сезінеді, себебі оның жаңа өмірі басталатын еді. Бұл жерде Шебнем журналистерге әлі сұхбат беріп отыр. Ол Онур мырзамен қалай кездескенін баяндап береді. Шебнем күйеуі Онурмен оңайлықпен кездескен жоқ. Ол ұшақта күнде бизнес-класста арлы-берлі Измир мен Стамбул арасында ұшып жүреді. Сол кезде құрбысы Дидеммен танысады. Шебнем бизнес-класстан бай адам іздеп жүреді, бірақ оның жанына үлкен кәрі шал келеді, оның көңіл күйі болмайды. Біресе жас бала отырып қалады, біресе әйел адам отырып қалады. Сөйтіп Шебнемнің жыны ұстап ары қарай кетіп қалады. Сол сәтте Дидем Шебнемнің қандай іс-әрекет істеп жүргенін түсініп қояды да екеуі келіседі.
Дидем Шебнемге: сен арлы-берлі ұшуыңды доғар, сен одан да маған нөміріңді қалдыр, мен саған лайықты адам тапқанда хабарласамын дейді. Ұшаққа Онур мырза билет алған кезде Дидем алдын ала Шебнемге хабар беріп қояды. Сөйтіп Шебнем өтірік білмегендей болып Онур мырзаның жанына келіп әңгімеге тартып бастайды. Шебнемге Онур мырза ұнайды. Сөйтіп Дидемнің жанына келіп екеуі болашаққа жоспар құрады. Мына бір көрінісінде енесі Айсо туралы айтып жатады. Айсель: анашым мені қызындай қарсы алды, біз өте татумыз деп журналистерге Шебнем өтірік сұхбат беріп жатады. Бірақ Айсель Шебнем туралы барлық шындықты біліп алады. Сөйтіп шай отырған жерлерінен Шебнемді бөлек бөлмеге алып келіп, оның барлық құпиясын бетіне басып айтады. Шебнем Онурға: енді осының бәрін айтасыз ба дегенде, Айсель: жоқ, айтпаймын, Онур маған бәрібір қарсы болады дейді. Сөйтіп екеуі біраз уақытқа дейін әңгімелеседі. Соңында Шебнем Айсельге: мен бәрібір Онурды өзіме қаратып аламын деп қоқан-лоққы көрсетіп кетіп қалады. Айсель ұйықтап жатқан кезде есік қоңырауы қайта-қайта қағылады. Айсель есі шығып, киімін киіп, дереу төмен қарай түсіп бара жатырған кезде Онур мен Шебнем келіп, екеуі неке қиғанын айтады. Айсель болса мелшиіп тұрып қалады. Ал Шебнем болса іштей көрдің бе, мен дегеніме жеттім дегендей қылып Айсельге қарап тұрады. Шебнем өзі берген сұхбатты таңертең журналдан оқып отырады. Бұл Измирден Ниязи абақтыдан шығады және ақшасы болмағаннан кейін біреулерден қалған-құтқан тамақты жеп отырады да журналды көріп Шебнем екенін байқап қояды. Журнал бетіндегі Шебнем екенін Ниязи осы бір әрекетінен және мына бір дөңгелектерден жасалған гүл арқылы танып қояды. Оны досы Шебнемге сыйға тартқан еді. Шебнем баласын сабақтан алып кетіп бара жатқан кезде артынан Ниязидің дауысын естіп шошып кетеді. Артына қараса шынымен Ниязи тұрады. Ниязи Шебнемнің тура өзіне салған жарақаты сияқты оның да санына пышақ тығып алады. Шебнем баласын уайымдап қатты қорқып кетеді. Сөйтіп көлікті айдап үйіне қарай жол тартады. Жол бойында Шебнемнің бас айналып үйіне әрең жетеді. Үйіне зорға жеткен Шебнем дереу жуынатын бөлмеге барып өзі аяғын таңып алғысы келеді, бірақ шамасы келмейді. Сөйтіп Рохоға барады. Рохо медицинаны бітірген болатын. Рохо Шебнемнің түрін көріп шошып кетеді. Рохо Шебнемнің аяғын кәдімгі ине жіппен тігеді. Оны сезбеу үшін Шебнем спирт ішіп әрең шыдап отырады. Ертесі күні Шебнем ешкім танымастай киініп, күйеуі сыйға тартқан ең қымбат жүзікті өткізуге барады. Жүзік өте қымбат болатын, сол себепті өте қымбатқа бағаланады. Ол ақшаны алып, Шебнем Ниязидің аузын жаппақшы болады. Ақшаны алып кетеді. Қызық енді басталады. Оны келесі бөлімінде айтып беремін. Ал ертесі күні Шебнем күйеуі Онурды басқа қаладан күтіп алу үшін оның жеке ұшағы қонатын жерге барып күйеуін күтіп алады. Күйеуі көңілсіз болады. Ал мына жерде Шебнем өзі өткізген сақинаны күйеуіне жоғалтып алдым деп алдап отырады. Күйеуі оған басқасын алып беретініне уәде беріп отырады. Сөйтіп бұл сериясы бітеді.